Баршаңызға сәлем. Бүгін тез және оңай жасалатын салат жасаймыз. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Тауықтың етін суға пісіріп алып, сұқтап турап, ыдысымызға саламыз. Бетін тегістеп, үстінен майонез құйып шығамыз. Оның үстіне піскен картошкамызды саламыз. Картошкамыздың бетін тегістеп шығып, майонез жағып шығамыз. Піскен сәбізімізді салып, тегістеп, бетіне майонезімізді жағамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Мен майонездің ыдысының түбін кесіп, форма ретінде қолдандым. Кольца болса, сіздер кольца қолдануларыңызға болады. Қайтадан бетіне картошкамызды салып, тегістеп, бетіне майонезімізді жағамыз. Сәбізімізді салып, тегістеп, шығып, бетіне майонез жағып шығамыз. Піскен жұмыртқамызды теркадан өткізіп, бетіне салып, тегістеп шығамыз. Салатымыз өте дәмді болып шығады және де тез жасалады, сондықтан жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт жібермес үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер.